Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге духовкада жасалатын, дайындалу өте оңай ораманың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Алдымен бір ыдысқа бір жұмыртқамызды, бір шай қасық тұз және де 3 ас қасық сұйық май құямыз. Оған 200 мл су, судың температурасы маңызды емес, осының барлығын жақсылап араластырып аламыз және де 400 грамм ұн салып қамыр илейміз. Қамырымыз дайын, бетін жауып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындайық. Ол үшін бізге 500 немесе 600 грамм тартылған ет. Оған жай пиязды турап қоссаңыз болады, немесе осындай жасыл пияз қоссаңыз болады. Өзіңіз қалауыңыз бойынша дайындай беріңіз. Асқабақ қосуға да болады. Және дәміне қарай тұз, бұрыш салып араластырамыз. Енді біздің дайын қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөліп дайындап аламыз. Осы қамырдың бір бөлігін жұқа етіп жаямыз және де біздің дайын тұрған етімізді тартылған теңдей 2-ге бөліп, бір бөлігін осы қамырдың үстіне жайып шығамыз. Етімізді біркелкі етіп жайып алғаннан кейін, видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды орап рулет жасаймыз және де пышақпен шағын бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Екінші қамырмен қалған фарштың екінші бөлігінен де дәл осылай жасаймыз. Міне біз барлық орамаларымызды дайындап алдық. Енді ыдысымызға осының барлығын орналастырамыз. Менің пеште пісіретін ыдысым көлемі 20-30 сантиметр. Соның түбіне шамалы сұйық май жағамыз және де 2-3 картопты осындай дөңгелектерге бөліп астына төсеп шығамыз. Осы картоптың үстіне біздің орамалардың барлығын орналастырамыз. Енді үстіне қайнап тұрған 250 мл ыстық су құямыз. Томат пастасын араластырып құйсаңыз да болады, қалауыңызша. Енді осының бетін фольгамен жақсылап жауып, қызып тұрған 210-220 градус пеште 35 минут пісіреміз. Міне біздің орамамыз дайын. Егер сізге орама құрғақ болып көрінсе, үстіне пияздан, сәбізден подлив жасасаңыз болады. Немесе осындай аскөк сеуіп қойып дастарханға ұсынсаңыз болады. Дәл осы рецепт бойынша табаға, яғни сковородкаға да жасасаңыз болады. Дайындап көріңіздер, өте оңай. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және міндетті түрде каналға тіркеліп қойыңыз. Алда әртүрлі рецепттермен сіздерді қуантуға тырысамын. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.